Бұқаның құйрығы халал ма? Негізі құйрық халал ғой, бірақ өзі құйрықтың заманы болып тұр ғой қазір, қай жағынан алсаң да. Бұл қордақ бұқаның құйрығынан жасалынған. Мен талай ет жеп жүрген адаммын, бірақ енді құйрықты бірінші рет жеу. Шынымен ба? Шынымен. Құйрық жеп көрмеген екем. Негізі адалдық жағынан сөз жоқ. Ұстаз, мынау сіздің алдыңыздағы таза жілік сүйектен жасалынатын жілік самса деп аталады. Толықтай көтеріп алып, мінекей қарасаңыз бойында таза жілік май, мынау табиғи жілік май. Қандай ғажап мынау. Мен талай самса жеп жүрмін. Самса туралы тіпті сөздерді айтып жүрмін. Енді мына самса самсалардың самсасы екен. Қонағыңызға ұялмайсың аласыз ба? Ұялмайсыз. Шетелдік адамдарға ұялмайсың ғой. Қарын бүрменің бір адамдық порциясын шығарған болатынбыз. Бүгін бірінші рет беріліп отыр екен. Қан көрейік, бісміллә. Өте керемет ғажап. Мына бетіндегі соусының өзі қандай, дәмдеуішінің өзі қандай күшті. Жұмсақтығы қалай, ұстаз? Аузыңа түссе шайнамай жете бересің ғой мынаны. Біздің сүннеті бойынша пайғамбарымыз жеген кезде тек оң қолмен жегеніңіз абзал болады. Ал бірақ кесетін сәтте мына мен мынаны бүйтіп айландыра беру керек болды. Енді келесі кезекте мынау сирақ бұны жегендер былқылдап кететін сияқты бар қарай. Ойбой, мынаның езіліп тұрған-ай, не деген сүйегінен, өздігінен өзі ажырап тұрашың. Негізі жемек бетін бәрін бүйтіп қойып қарап отыра берсең де тоятын сияқтысың ғой. Көзіңіз тойып отыр ма? Бісміллә, қаны. Нағыз сіз сияқты энергиясы мол адамдарға арналған тағам ғой. Мойын кебаб деп аталатын тағам. Ой. Енді пышаққа жете емес қой, мынаны өзі түсіп қалды ғой. Бісміллә. Үйден тапсырыс беруге бола ма осыны? Әрине болады. Жеткізу бар. Иә. Мынау біздің тестостерон деген тағамымыз. Мынау кәдімгі шетелден стейк іздемей-ақ, осы жерден мынаны жесеңіз нағыз стейк болатын түрі бар ғой, бісміллә. Енді төс тартқан табақты бос қайтармайды дегендей. Ол молдаларға айтылмаған ғой. Молда тек біз тек аламыз, жейміз, бірақ бермейміз біз. Анау құйрықтан бастап мінекей түгендеп бітірдік. Жалпы қазаққа тартылатын бастың бірнеше салттарын осы жерде айтып кеткім келіп отыр. Ең бірінші бас тартқан кезде, бас тартқан сыйлы адамға бас тұмсығымен қарап келу керек. Ол біздің үрдісіміз. Кейбір жерде байқасаңыздар бір тіліп береді. Жолыңыз болсын осы үйге деген сөз. Екеуін қиыстырып кескен кезде бұл жаңағы бір крест сияқты көрінеді деп айтылатын бар, жоқ. Сізбенен біздің жолымыз осындай бір баста жақсылықта кездесіп тұрсын деген ырым. Кесіп ауыз тигіземіз бұйырса. Алма шетінен бір ауыз тигіземіз. Ең негізгісі, жақсы тамақты жегіңіз келсе, Секер мейрамханасына келіңіздер. Мен Нұрлан Имам, сіздерді Секерге шақырамын ағайын.